Ноғай халк ертегісі. Сынтас. Хабез районының Қызыл Юрт Зеюка ауылларының арасында үстіне бір қысқа аяқы олтырған өгіз арбаның сынтасы бар деп айтадылар. Халықтың аузында оның үстінен мынадай айту да жүреді. Миллетлер арасында қыз берген, қыз алған әдет ерте заманларда болған. Тау яқларда қайдайда бір ауылға келіншек болып түскен қызларымыздың бірісі төркініне қонаққа келген. Қызына қайтпаға заманы еткенде, яз келіншек үйде көрінген бәрі затларды да анасынан тілеген. Анадың жүрегі бөтен де бек қызға емсақ болады. Бар затын қызғанмайды, береді. Қызы да бар тапқанын тілеген, үй ішінде еш бір затты да қалдырмаған. Сонда ол түскен еріне кеті бариятырып, бір кесек озғанда артына бұрылып қарайды. Яз қысқа аяқлыдың көз алдынан, үйлерінің шығарағынан түтіннің шығып тұрғаны келеді. Ол сол сәтілей арба айдаушыды түртіп. Тоқта, Дейді ол. Не болғанды? төркінімде қалдырған үйкон затым бар. Арбаңды артына айландыр. Арба айдаушы да арбасын ызына бұрады. Төркіннің ауыз түбіне тағы да янасып келеді. Хайыр ма? Не себептен қайттың артыңа қызым? Деп анасы айы күйе болып сорайды. Мен үйден от алмаға мұтып кеткен екемен. Деп жауаплайды қызы. Ай, сен тас бол. Деп ақырына анасы ашуланған, қарғаған. Мұндан соң арба да, өгізлер де, қызы да тас болғанлар деп айтадылар. Ама біз заттың солай шыққанлығына шекленсек те, сынтастың барлығына шекленмейміз. Ама айтудың десең, сөзсіз де алғырлыққа қарсы болып туғанына екі ақыллық жоқ.